Bir әйел адам жазыпты. Бала кезімде атам мен апам қолында өстім. Сонда бір есімде қалғаны, онда ол кезде кішкентай кезім, апам жиі айтатын, қолымнан жетектеп келе жатып. Шіркін-ай, ертең дүниеден өткеннен кейін, о дүниелік болғаннан кейін, тым құрмағанда 4 адам, мына жарықтық апамыз жақсы адам болған деп еске алса, тым құрмағанда 4 адам. Шіркін, одан артық маған түк те керек жоқ деп айтатын. Енді сол кезде кішкентайым сұрап алғам жоқ. Енді ол кісілердің көздері кеткеннен кейін қазір жиі ойлаймын дейді. Өзім жасым келгеннен кейін неге апам сөйтіп айтты? Неге шіркін-ай, тым құрмағанда 4 адам мені жақсы адам болған деп еске алса, содан артық маған түк те керек жоқ деп айтатын. Не үшін сөйтіп айтты екен деп жиі ойлаймын. Кітаптардан еш нәрсе таба алмадым дейді. Қалай ойлайсыздар деп. Енді 4 адамға қатысты мен еш нәрсе айта алмаймын. Құранда 4 адамға қатысты еш нәрсе айтылмаған. Хадистерде де кездестіргем жоқ. Ал бірақ шариғатта мынандай ұғым бар. Егер де кісі қайтыс болғаннан кейін, оны мына тұрған жаназаға жиналған адамдар ішінен еске алатын болатын болса, мынандай сөздермен айталық. Мына марқұм апамыз өте жақсы адам болып еді. Адамгершілігі көп болатын, көп жақсылық істеген адам еді. Аллахым бұл кісінің біліп білмей істеген күнәлары болса кешіре көр деп. Біреулер айтады, 40 адам еске алса, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Біреулер айтады, 10 адам дейді. Ол енді хадисқа байланысты айтылған нәрсе болу керек. Сондай ұғым шариғатта бар. Бір жақсы адам бір қайтыс болғанда қайғырып тұрады ғой адамдар. Немене мұңайып, ана кісінің кеткеніне, мына жақсы жігіт болып еді, марқұм топырақ торқа болсын, Аллахым күнәсін кешірсін деп дауыстап айтпай-ақ іштерінен айтып тұрса, сол жеткілікті екен. Кепілдік беріледі екен. Аллах тағала мына халықтың пікірін далаға тастамайды екен. Сондай ұғым бар. Сондықтан міндетті түрде 4 адам емес, мүмкін 4 адамға қатысты бірдеме бар шығар, бірақ мен кездестіргем жоқ. Жалпы адам болып өткеннен кейін, дүниені өтіп кеткеннен кейін, ең бейшара аруақ о дүниеде марқұм, ол ана артындағы жанұялары, өзінің жанұясы еске алмайтын болса, хатым шығармаса, Құран оқымаса, бағыштамаса, зират басында барып Құран оқымаса, содан өткен бейшара аруақ болмайды екен. Ол өйткені ол сол мына өзінің жанұясы үшін жауап береді екен. Сен міне дүниеде өмір сүрдің қанша жыл? 70 жыл ма, 80 жыл ма, 60 жыл ма? Сенің ешқандай қадірің жоқ екен. Сені басқа бөтен адамдар тұрған өзінің жанұяңда, өзінің балаларында қайғырып есіне алған жоқ. Саған ешқандай Құран бағыштамайды, жақсы сөздермен есіне алмайды деп. Ол керексіз аруақ екен ғой. Бір Құдай біледі оның жағдайы, не болатынын, қайда баратынын. Құдайдың өзі сақтасын тозақтан. Ал егер де артынан жанұясы, балалары, немерелері Құран бағыштап, хатым шығартып, жақсы сөздермен еске алса, содан кейін тіпті көршілері бөтен адамдар еске алса, осы адам жақсы адам болып еді. Адамгершілігі мықты болған, көп адамға көмектесіп еді деген сөздері, ол жаңағы кепілдік болады екен. Аллахтың алдында ана кісінің дәрежесі өте жоғары болады екен. Мына жанұядан басқа бөтен адамдарға етіп жатса тіпті көтеріледі екен дәрежесі. Аллахтың алдында қадірлі аруақ болады екен ол. Баратын жері жәннат болады екен. Сондықтан расында да дүниеден өткеннен кейін артымызда 4 адам болсын, 5 адам бола ма, шын жүректермен еске алатын болатын болса, мына кісі жақсы адам болып еді, марқұмның біліп білмей істеген қателіктері болса кешіре көр Аллах деп еске алатын болатын болса, онда бұл дүниеде сен босқа өмір сүрген жоқсың. Құдай босқа келіп, мына дүниеге босқа кетуден сақтасын.